Сәлем достар, сіздер мен Айкерім, менің каналыма қош келдің. Бүгін сіздермен өте дәмді болатын қиярдан салат дайындайтын боламыз. Барлық керек заттарды төменге жазып қоямын. Алдымен бізге сәбіз, сарымсақ, уксус, соя, қызанақ, укроп, қияр керек болады, май керек болады. Қиярымызды алып, осылай терканың басымен, егер терка болмаса, пышақпен осылай кесіп шығамыз. Сәбізімізді алып, теркадан шығарамыз. Осылай видеодағыдай жұқалықта болу керек. Сарымсағымызды да турап аламыз, майда етіп. Осылай салып, үстіне тұз саламыз. Тұзымыздың үстіне уксус саламыз. Уксуспен жақсылап, осы 3 сатты жақсылап араластырып аламыз. Қолымыз білен қатты қысып араластыруымыз керек. Араластырып болған соң үстін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Қиярымыз кішкене өлуі керек. Оның арасында помидорымыз тураймыз. Осылай үлкен қылып турасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Укропымызды саламыз. Енді соямызды құйып, мен соядан 3 қасық құйдым. Егер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қанша құям десеңіздер, егер құймасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып жіберіп, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Өзіне сіңіп, дәмдері кіргенше жауып қоямыз. Міне, менде салатымыз дайын болды. Егер осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кет. Сонда менің салған әрбір рецептімді өткізіп алмайсың. Сау бол!